وأنكم ظنوا كما ظننتم. Сондай-ақ олар да солай ойлайтын, сендер ойлағандай адамдар, алла ябғасаллаху ахада, алла тағала ешкімді қайтадан өлімнен кейін тірілтпейді деп. Яғни қияметке деген иманнан біз де алыстап кеттік, сол адамдар алыстап кеткендей. Алла жөнінде біз де қате кеттік, адамдар да қате кеткендей. Тек осы Құран келіп қазір ненің не екенін ашып беріп отыр дейді. Сондай-ақ адам мен жын әлемінің арасындағы параллельді ашып беріп отыр қазір. Жалпы сіздің түсінігіңіз қандай болу керек бұл мәселеде? Мына жерде жындардың құдіреті баяндалады. Алла тағаланың оларға берген белгілі бір мүмкіндіктері, құдіреттері. Ол құдірет деген нәрсе, құрметті жамағат, жаңағыдай мысалы бір нәрсеге күшінің жетуі, бір нәрсеге әлінің жете алуы, ол абырой беделді білдірмейді ол. Мысалы жаңағы арыстаныңыз, ол деген күллі аңдарды басқара алады дейік. Ол абырой бедел деген нәрсе емес қой, күш берілген нәрсе. Ол жындардың да жаңа бізден біз істей алмайтын бір істей алатын нәрселері бар. Көрдіңіз ба? Сол біз істей алмайтын, істей алатын нәрселердің бірі баяндалады мына жерде. Біз дейді аспанға жұғысатынбыз дейді. Әдеби тілмен сөйлеп жатыр ғой. Адам аспанға қарай секіріп жете алмайсың ғой. Олар кәдімгідей жаңағы ұшатындары бар. Ұшқан кезде жаңағы біз аспанға жұғысатынбыз дейді. Тиісетінбіз дегендей енді кәдімгідей әдеби тілмен сөйлеп жатыр да. Кәдімгідей біраз жеріне дейін баратын едік дегендей айтып отыр. Дүние аспанның іші ғой енді. Оның өзі бір әлем. Космонавттар зерттеп қарап жатқан, әлі таба алмай жатқан нәрселер бар мысалы. Олар оның бүкіл бүге шегесін біледі ана жаңағы ненің. Мүмкіндік ұшатын жерлеріне дейін күллі мүмкіндіктер жаңағы бүге шегесін біледі. Міне қараңыздар. Біз осы Құранға жолыққанға дейін аспанға барып жұғысып, аспанға қарай көтерілетінбіз. Міне. Фаважаднаха мулият харасан шадидан ва шухуба. Сөйтіп осы Құранға жолығатын күннен аз алдын біз аспанға көтерілсек болды, өте күшті күзеттің қойылғанын байқадық дейді. Бұрын болмаған дейді бұндай. Өйткені Құран түсетін кезде Алла тағала Құранның басынан аяғына дейін 23 жыл түсіп беруіне күзетті күшейтіп тастаған. Құранның қадірін көрдіңіз бе? Уахи деген нәрсе. Күллі шайтанды дәрменсіз қылып, уахидың жолы, уахиды ашу ғой, аспанды. Уахидың жолын жасаған Алла тағала, төсеген уахиге жолды төсеген 23 жылға. Біз бұрын көтеріліп, бір хабарларды ұрлап келушек дейді. Алайда осы Құран түсіп бастағаннан бері аспанға қарасақ күзеті өте күшті қойылған дейді. Сосын жарқыраған жарықтар тұр дейді енді. Атқылайды кәдімгідей. Жаңа періштелер лақтырады. Жұлдыздар, бізден комета деп айтып отыр ғой әртүрлі. Жаңа әрдайым аспаннан аққан жұлдызды көрген кезіңізде сол нәрсе өте көп дәрежеде болған екен. Дайын, біз көтеріле алмай қалдық дейді. Мүмкін өту, мүлдем мүмкін емес, ешқандай хабар ала алмайсың дейді. Ва анна кунна, бұл күнге дейін біз былай істейтінбіз дейді. Ва анна кунна нақауду минха мақауида лиссамғи. Біздің әрқайсымыздың әрбір территориядағы жындар, мысалы ел, әрбір елдің аймағы бар, әрбір елдің ауданы бар, әрбір ауданның жындары бар, адамдары секілді. Сол әрбір ауданның көтерілетін мақауида лиссамғи, өзін тыңдайтын орындарымыз бар дейді. Тыңдайтын орындарымыз бар. Тыңдап күтеді. Ән жерге періштелер келу керек. Қазір оған жаңа несін түсіндіреміз дәлел. Біз сол хабарды тыңдайтын орындарымыз бар еді дейді. Хабарды алып келу. Енді мына пайғамбарымызға Құран түсіп жатқан айға осы жаңағы уақытқа келсек дейді. Фәмә ястамиғил ана. Ал қазір Мұхаммед пайғамбар осы Құран түсіріп жатқан кезде дейді, кімде кім естімекші болса дейді, қараңыздар. Яжиди лаху шихабар расада. Оны дәлме-дәл аңдып тұрған жаңағы шоқ ұшқынды көреді дейді. Таба қояды дейді бірден. Барата күйдіріп жібереді анан болды. Жоқ, жаңағы жын. Осындай мүлде ұрлауға да мүмкіндік берілмеген жағдай сияқты. Осындай болған. Құран түсетін жылы Алла тағала мүлде аспанның күзет екенін көрсетіп отыр ғой. Біз көп біле бермейміз. Мысалы, аспанды жындар бізге қарағанда көбірек таниды. Және мұржалар деген ана аспандағы, қамалдар деген ұғымды олар көбірек таниды. Өйткені олар атқыланады кәдімгідей. Ұшып келе жатқан жұлдызды көреді өзіне қарай. Өзіңіз ойлаңыз, дәлме-дәл ұшып келе жатады ол. Мысалы, Алла қаласа тиеді, Алла қаламаса тимейді деген нәрселер бар мысалы. Ол бізде құрол жаңағы бір жұлдыз ағатты, мына жақта да білім болмағаннан кейін жаңағы желание загадай болады мысалы. Негізінде ол жаңағы нәрселер болып отыр ол. Ол біз ойлаған нәрсе болып отқан жоқ.
Сондықтан осы нәрсені түсініп алғысы келді сахабалар. Бұхари мен Тирмизиде келгенде бір ансар сахабалардан біреу айтады: біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында отырған едік дейді бір түнде. Сол түннің ішінде біз пайғамбарымыз бірге отырған кезде из румия бин нәжми истанара, сол кезде бір жұлдыз лақтырылды дейді. Сөйтіп жарық болып өте шықты дейді. Сол нәрседе жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұлдыздың ағып көргенін байқап сахабаларға айтады: маза кунтум тақулуна фил жахилияти иза румия бимисли хаза. Жахилиет кезінде исламға келмей тұрған кездерінде, осындай нәрсені көріп қалған кездерінде не айтушы едіңдер дейді. Көрме? Сол айтатын нәрсе біреулер қазірде айтып жүруі мүмкін оны. Бірақ пайғамбарымыз қазір ешкім айтып жүр деп келтірмейді ол жерде. Тәрбиені көрдіңіз бе қандай? Бұрын не деп айтушы едіңдер дейді. Қазір айтатын жөндеп қойын деп тұр ғой. Сонда олар айтады: Құлна, біз айттық дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Күнна нақулу улида ал-лейлата раджулун азимун ва мата раджулун азимун. Бүгінгі түні бір үлкен адам дүниеге келді енді. Ұлы адам болады енді бір. Және бір ұлы адам өлді деп айтатынбыз дейді. Көрдіңіз бе? Бұл да жаңағылардың салып жүргені ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: саллаллаху алейхи вассалам, иннаха ла юрма ли маути ахадин ва ла ли хаятихи. Ешқашан бұл жұлдыздар өстіп атқыланған кезде, немесе аққан кезде, біздің тілде, ол біреудің дүниеге келгені үшін, біреудің дүниеден өткені үшін жасалмайды дейді. Ол үшін лақтырылып атқан нәрсе емес дейді. Валакин Аллаха табарака ва тағала, алайда әлемдердің Раббысы Аллах тағала бір шешімді шығарған кезде, шешімдер шығарылады ғой. Әрбір аймақта не болады? Түсінесіз бе? Әрбір аймақта жердің бетінде не болады? Қай ауылға дейін не болады? Күллі шешім шығарылады. Сол шешімдер шығарылған кезде бір риуаяттарда жаңа періштелердің барлығы кәдімгідей есінен танып құлап қалатындығы айтылған. Жибрил келгенге дейін. Көрдіңіз бе? Мына жаңағы Тирмизи мен Муслимнің риуаятында келгенде айтады: жаңағы сол кезде Алла тағала шешімді шығарған кезде, шешімін қабылдаған кезде жердің бетінде орындалатын. Саббаха лаху хамалатул аршы дейді. Сол кезде аршыны көтеріп тұрған періштелер Алланы дәріптей жөнеледі дейді. Жаңағы тасбих айтылып жатқан кезде саббаха ахлус самаи аллазина илунахум. Келесі аспандағылар тасбихті ести сала, олар қосылады дейді тасбихқа. Одан кейін келесі аспан қосылады дейді. Келесі аспан қосылады дейді, төмендеп келе жатыр. Хатта яблуғат тасбиху, сөйтіп Алланы дәріптеу, пәктеу, мысалы. Осы хазихи ахлис самаи дуния, осы дүние аспанына дейін келеді дейді. Сол жерде жаңа жындар барып, ең төменгі деңгейге дейін сол жерге өте алады да, сол жерде ең төменгі періштелер тұрады. Әмірмен түсіп келатқан әрқайсы өз аймағына. Міне сол дәріптеп пәктегеннен кейін сұрайды: мәза қауля раббуна, Раббымыз не айтты деп. Хақты айтты дейді. Хақ шешіліп жатыр. Қазір бірдеңке орындалады. Ол орындалған нәрсе Алланың әмірі болғаннан кейін, Алла хақ болғаннан кейін, ол істе хақ. Періштелердің сөзін көрдіңіз бе? Нені айтты Раббымыз деген кезде, хақты айтты деген Жибрил. Келесі аспанға хақты айтты, хақты айтты, хақты айтты деп сөйлеген. Міне сол бұйрықтар, хабар келген кезде Айша анамыз радиаллаху анха айтады: сәлән насу Расулаллах, адамдар жиналып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұрады дейді: я Аллахтың елшісі, анил кухан, бізге көріпкелдер туралы айтып бересіз бе? Бізде көп олар өте. Көріпкелдер, сәуегейлер, бүгінгі күні аттарын әдемілеп неше түрлі нәрселер бола береді ғой. Ғылыми терминдермен де айтады, прорицатель дейді, мысалы ясновидящий деген кезде адам өзі Алланы танымағаннан кейін кетіп қалуы мүмкін сол жаққа қарай. Соның барлығының тірлігін айтады қазір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бізге сол көріпкелдер туралы айтып бересіз бе дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзін былай бастайды: фақоля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иннахум лайсу би шейин. Бұл сендер айтып тұрған көріпкелдер ақиқаттың қасында түкке татымайтын нәрселер ғой дейді. Ал оның стажы бар елде. Оған қаншама очередь тұр. Қаншама адам дәріптеп жатыр оны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: ақиқаттың қасында бұлар дейді түкке татымайтын нәрселер дейді. Сонда сахабалар бір нәрсені шешіп алғысы келеді. Қолу: я Расулаллах, я Аллахтың елшісі, иннахум юхаддисуна ахьянан би шейин фаякуну хаққан. Аллахтың елшісі, олар кейде бізге бір нәрсені айтып қалады да,
сол нәрсе хақ болып шыға келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, жаңағы хабар аспаннан аспанға түсіп келе жатқан кезде бұйрық. Сөйтіп, танзилул малаикату фил ғанани дейді. Ең төменгі жаңағы белгілі бір ауылға келіп орындалатын не бар ғой? Сол жерге келген кезде періштелер арнайы өздерінің әл-ғанан деген бұлттарында түседі дейді. Қараңыз. Фатаскурул амра қудия фис-сама. Сөйтіп, жаңа Алла тағаланың шешкен ісін бір-біріне айтып тұрады дейді. Алла тағаланың жол беруін қараңыз қалай болады? Сынақ, бүкіл нәрсе сынақ. Алла тағаланың біліммен істеліп жатқан нәрсе ғой. Сөйтіп, жаңа екі періштелер мына ауылға байланысты осындай нәрсе шешілді деп айтып жатады. Хақ түсіп жатыр. Сол кезде бұлар бір-бірінің үстіне қарай мініп дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жаңағы жындар іштеріне күйсек күйді, мені бірақ алып келем бірдеңені, өлсем де алып келем дейтін торпедалар болады. Сөйтіп соны ең жоғарысына қарай жібереді, астындағылар әйтеуір бүйтіп жаңағы ұрлап әкеу керек, тапсырма берілген, көріпкелдер жұмыссыз қалмау керек. Түсіндіңіз бе? Ол көріпкелдер ойлайды, басқа бірдеңке жақты, жаңағы Алладан келіп жатыр деп ойлайды, кейбіреулер тағы бір нәрселерді ойлайды. А бұлар соны жұмыссыз қалып қалмау керек, ризығы бітіп қалмау керек оның. Сол барған кезде жаңағы бұлттың ішінде сөйлесіп тұрған періштелерден ястарқиш шаятин уассама, жаңағы хабардан Алла қалағанша ұрлайды дейді. Ол ұрлап жатқан сияқты болады, бірақ Алла тағаланың жол беріп тұрған нәрсесі ол негізі. Егер жол бермесе, олар ұрлай алмайды ештеңке. Бірақ Алла тағала солай қалайды. Алланың білімі, күл нәрсені қамтыған, ол біледі не істеп жатқанын, қандай нәрсеге жол беріп жатыр, қандай нәрсеге жол бермей жатыр. Өйткені жол беріліп жатқан нәрседе, ол жерде хақ айтылып жатыр, хақ. Және оның естіген нәрсесінде не? Хақ. Көрдіңіз бе? Сол нәрсені ол естиді. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезінде жаңа ғана нені жібереді? Фа юрмауна бихи, ұшқынды жібереді. Сол ұшқын енді оған тиетіндей жаңағы тигенше тиет, Алла қаласа күйдіргенше күйдіреді, әйтеуір өліп барса да үлгеріп жаңағы көріпкелге үлгеру керек олар беруге. Соны жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерде жаңа нәрсені айтып отыр. Періштелер бұлттардың ішінде жаңағы хабарды сөйлесіп тұрған кезде шайтандар келіп оны ұрлайды дейді, тыңдайды, тыңдап алады дейді. Сосын не істейді оны? Фаяқзифунаху иля аулияихимул каххан. Сол көріпкел достарына аппаратта көкейіне салып жібереді дейді. Көкейіне салып жібереді оның. Сосын қараңыздар, ва якзибуна маха, жаңағы шындықты қосқаннан кейін шындықтың қасына миата казбатан, пайғамбарымыз әдеби тілде айтып отыр, 100 өтірікті қоса қосады дейді өздерінен. Мен айндиян фусихим, өздерінен 100 өтірікті қосып жіберген кетті. Сөйтіп жаңағы ақиқат арқылы көріпкелдің пиары көтеріледі қоғамда. Рас айтыпты деген нәрселерден. Алла тағала маған сенесіңдер ме, кімге сенесіңдер, тек емтихан болып отыр, болды işte. Пайғамбар түсіндіріп жатыр осы нәрсені. Көкейіне салған кезде бір риуаятта айтады, тилкал калима, сол жаңағы сөз минал хаққи, хақ болып періштелерден естіп алған хақ сөз. Яхфазухал джиннию, жаңағы жын оны сақтап алып келеді. Енді нені атып жатыр дегендей нәрселер ғой. Сонымен өзінің жұмыстары. Сонымен келіп фа юқорқируха дейді, қараңыздар. Фи узуни валихи. Жаңағы көріпкел досының құлағына ғалетті, қорқор деген етістікті қолданған, өйткені қорқорды арабтар көбінесе тауықтың қорқор деген несіне қолданады. Тауықтың дауысын қорқора дейді олар. Фа юқорқируху фи узуни валихи ка қарқарати даджажа дейді. Құрық деген мағынаны келтіріп жатыр ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол тауықтың қорылдаған жаңағы құрқыр деген нәрсесімен келіп құлағына салып жібереді. Оған салып жіберген кезде уахи келді, анау сылқ-сылқ ете қалады. Ана жерге адамдар шошып кетеді. О, керемет нәрсе болып жатыр. Сол маған айтып жатыр дейді ол. Осындай деп қаншама халық білімсіз болғаннан кейін өстіп алдайды екен. Көрді? Өстіп алдап қаншама ғасырлар бойы қаншалаған адамдар мен жындар тозаққа кетіп жатыр. Көрдіңіз ғой? Алла тағала сот күні айтады екен, яума яхшурухум жамиған. Анғам сүресінде Алла тағала күллісін сол күні махшарға жаңағы тозақтың алдына келіп жинаған кезде айтады дейді жындарға. Я махшарал джин, ей жындардың тобы, қод истаксартум минал инси, адамдарды көп адастырдыңдар ғой деп.
Сол кезде жаңағы көріпкелдер, нелер, жынмен бірге істескендер, білетіндер, солар айтып қалады дейді. Вақола әулияуху минал инси. Сол жаңағы шайтандардың, жындардың неше түрлі хабарларды әкеп көріпкелдерге салып жүргендердің көріпкел достары айтады дейді. Раббана, Раббымыз, истамтаға бағдуна би бағдин. Бір-бірімізді пайдаландық қой. Жалғыз бұларды кінәламаңыз. Біз бір-бірімізді пайдаланған, осындай бірге істегенбіз біз деген. Адамдар датастырғандар бәрі. Көрдіңіз бе? Осылай біз өмірде жүрдік, талай адамды алдап, қараңыздар. Хатта балағна ажалана лази ажалтана. Бізге осындай жылы бұл өлет деген жаңағы тағдырыңды, мерзіміңді жазып қойған күнге дейін осымен айналысумен болдық дейді біз. Міне, қиямет күні сөйлейді олар осылардың барлығы. Күллі көріпкелдер, мысалы, көргіштер, білгіштер, жаңағы анық көргіштер, мысалы, ясновидящий деген сияқты. Осылардың барлығының сөзі осы болады. Сосын Алла тағала оларға айтады екен. Қара, қола аннару масуаллакум. Тозақ сендердің мәңгі орындарың енді. Бұл сөздерді айтты екен деп, сендер жарылқайын деп тұрған жоқпыз дейді екен. Мәңгі баратын орындарың тозақ дейді болды. Көрдіңіз ғой? Сосын жындар мен адамдарға қоса айтылатын сөз қиямет күні. Я махшарал джинни вал инси. Ей жындардың тобы, адамдардың тобы, жындар мен адамзат. Әлем яатикум русулум минкум. Елшілер келмеп пе сендерге өздеріңнен дейді. Қараңыз. Яқуссуна алейкум аяти. Сендерге менің аяттарымды оқитын. Ва юнзирунакум лиқаа яумикум хаза. Осы күнді, осы Алла тағаламен жолығатын күндеріңді ескертетін елшілер келмеп пе еді деген кезде олардың сөздері былай болады дейді. Қолу шахидна аля анфусина. Өз-өзімізге қарсы куәда жеткіліктіміз. Яғни нақты өзімізді кінәлап тұрмыз қазір біз. Ва ғарратхумул хаятуд дуния. Тек қана қияметте ашылды ғой дейді көздері. Атал айтады. Дүние мүлде алдап кетті дейді. Ғұмырының бойы осы дүниеде болды дейді. Қараңыз. Сосын ва шахиду аля анфусихим аннахум кану кафирин. Сөйтіп олар куә болады өздеріне. Сол жерде олар өздерінің Алланы да ақыретті де мойындамаған кәпірлерден болғандығына өздері куә болады дейді. Осылай аяқталады дейді өмірлері. Сосын вақола аллазина кафару. Нәрсеге қараңыз енді. Мысалы бір адам жаңағыдай бір көріпкелге бара берді, өмір бақи көріпкелге бара берді, бақсаға бара берді, тағы біреуге бара берді. Солар енді тозаққа түсіп кетсе егер, өмірінің соңында сондай. Былай деп айтады дейді. Вақола аллазина кафару. Сол күні кәпірлер айтады дейді. Раббана, Раббымыз, арина, көрсетші бізге әллазайни, әлгі екеуін. Адоллана, бізді адастырып тынған өмір бақи. Мин әл джинни вәл инс. Жын мен адамды көрсетші дейді екен. Қайда ана екеу? Лина джалхума тахта ақтамина. Аяқтарымыздың астына, табанымыздың астына салып алайықшы тозаққа. Лиякуна минал асфалин. Астында болсыншы екеуі. Дүниеде үстімізде болған еді бізді азғырып, міне көзіміз енді жетіп отыр қазір дегендей нәрсе. Ал Құран пайғамбарымыз сасың жолы міне оп-оңай ашып беріп отыр да адамдарға ненің не екенін қараңыздар. Күллі нәрсені. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху ғайыпты тек Алла біледі. Мұсылманның өзінің сеніміндегі нәрсе ғайыпты тек қана Алла біледі. Бітті. Басқасы нөл, түк білмейді. Осыған тоқтау керексің. Егер жалтақтай беретін болсаң, жаңағындай нәрселер алып кетеді. Өйткені олар жаңағындай шындықты сөйлеп қалады кейде. Пайғамбарымызға сахабалар айтып отыр ғой. Ол жаңағы ұрланған шындық қой дейді пайғамбарымыз айтады. Валлази жау бихи аля вашхихи. Сол күйінде алып келсе дейді егер соны. Сөйтіп салып жіберсе, фахуа хаққун. Ол хақ дейді. Бірақ олар валакиннакум юхаррифуна. Алайда олардың тәсілдері, олар оны сол хақтың өзін бұрмалайтын жерлері де бар дейді. Көрдіңіз ба? Сосын язидуна, тағы да арттырып ол жерге өтіріктерін қосады. Сондықтан мынандай қағиданы қояды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мысалы араб елдерінде сол кезде пайғамбарымыздың жаңағы елшілік жасап жүрген уақытында, заманында білімсіздіктің негізінде адамдар былай істейді екен. Жолға шығайын деп тұрады сапарға. Сосын барады да бір құстың қасына бар дейді оған. Көріпкелге барады ғой енді. Көріпкел айтады, сен бір құсты көр дейді отырған жерде. Тыныш отырған. Сосын соған ақырын барды, үркітіп қал дейді оны. Сол кезде ол оңға ұшса, сапарға бара бер. Солға ұшса, сапарға шықпа дейді. Соны барады да ол ку деп нетіп кетеді, жаңағы ұшып кетсе, сапарға бара беру керек болды деген нәрсе. Бұл не деген сөз? Бұл
зиян мен пайда Алладан басқалардан деген сенімде жүрген адамыңыз. Алладан ғана пайда. Алла қалаған пайда ғана тиеді сізге. Алла қалаған зиян ғана тиеді. Алланың қаламаған зияны ешқашан тимейді. Егер бұл сенім бекімесе, жалтақтайтын боламыз да. Бұл дін жалтақтайтын дін емес. Бұл дін жүзіңді Аллаға қаратқаннан кейін жалтақтатпайтын дін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтып отыр? Мән татойяра. Кімде-кім жаңағындай ырымдарды жасаса, немесе мына мәселеде қандай ырым жасау керек деп сұраса біреу, немесе мән такаххана, немесе кім көріпкелдікпен айналысса, сәуегейлікпен, ау тукухина лаху, немесе көріпкелге барып өзіне жол сұраса, мына нәрсені білдіріп берші, ашып берші маған деп. Мән сахара, кім сиқырлықпен айналысса, ва мән сухира лаху, кімде-кім барып маған сиқырмен көмектесіңізші ана кісіге қарсы деп сұраса, фәләйса минна, бізбен ешқандай қатысы жоқ дейді бұл адамдардың. Біздің үмбеттіңіз емес дейді бұл. Одан кейін айтады, Муслимде келген хадисте, ва мән атағаррафан, кімде-кім көріпкелге келген болса, сәуегеге келген болса, қараңыздар, фаясәлуху ан шейин, мына нәрсені қараңыз. Кімде-кім көріпкелге келіп, сосын бір нәрсені сұраса дейді одан. Қараңыз қандай нәрсе тұр. Лән туқбала солатуху арбағина лейла. 40 түн намазы қабыл етілмейді дейді адамның. Сен Алланың абыройын сүріп жердің жүрегіңде. Сен кімге бардың сен? Кімге бардың? Әлемдердің Раббысының алдында. Қайдағы болмайтын нәрсеге бардың ғой сен? Құдайын таныса, сәждесін жасап, тыныш жүрмей ме ол адам? Қараңыз. Сол танымағаннан кейін отыр ғой сол жерде. Әлемдердің Раббысының қадірі қайда? Алла деген ұғым жұмыс істеу керек. Алла деген нәрсеге қарай, жүзіңді бір нәрсеге қарай, бұрдың ба Аллаға қарай. Болды, жалтақтама. Міне сенің Раббың. Міне саған пайда қай жақтан келе алады. Міне саған ол қаласа ғана зиян келе алады. Ол сені зияннан сақтайды. Сондай ақ айтады, «Уәмән әтә кәхинән әу аррафан». Кімде-кім бір сәуегейге келсе, бақсыға немесе, «Ау аррафан», мен бәрін көремін, мен бәрін анық көре аламын деген адамның алдына барса, көріпкелге барса, «Фассаддақаху бима яқулу» дейді. Сөйтіп сол көріпкелдің айтқан сөзін рас айтып тұрсын десе дейді, қараңыз. «Фақада кафара бима унзила аля Мұхаммадин алейхиссалату вассалам». Онда Мұхаммедке түсірілгенге мойындамаған кәпір болды ғой дейді. Қараңыз. Сонда бұл Құран не үшін түседі? Егер сіз бұны қойып, қайдағы бір жоқтарға барып жүрсең. Ол мына Құран жаңағы жындарды қалай өзгерткен? Қараңыз қалай бірден өзгерді. Біз бүгіннен бастап ешқашан ешкімді Аллаға серік қоспаймыз. Раббымыздың даңқы өте жоғары екен ғой. Біз білмегендіктен жар бар, бала бар деген сөз айтыппыз. Анау ішіміздегі ақымақ осындай нәрселерді шатып сөйлеген екен. Біз ешқашан ойламаппыз, мұны адам мен жын деген Аллаға байланысты өтірік айтады деп. Мұндай нәрсеге батыл жетеді, осындай сорлы болады деп ойламаппыз дейді міне. Алланың атынан қалай өтірік сөйлеген олар. Сөйтіп, жаңағы жұлдыздың ағуына байланысты мәселелердің сыры осы. Пайғамбарымыздың заманында мүлде жындардың өте алуы, бір хабар ұрлай алу деген нәрсе мүлде кесіп тастады Алла Тағала. Тек уахи тоқтап болып пайғамбар дүниеден озғаннан кейін жаңағындай хабарларда ұрлап тұру істеріне қайтадан жол ашылды. Соның арқасында жаңа неше түрлі көріпкелдер шықты әлемде, мысалы неше түрлі нәрселер. Сол ақиқаттардың арасында талай халықты азғырып бүлдіруге, халықты адастыруға қолданылып отқан нәрселер ғой негізі. Сондықтан мұсылманның жолы таза. Сен тек қана Алламен байланыстырасың күллесіңді. Сұрайсың ба? Алладан сұра. Барма, ешкімнен сұрама. Мысалы, ғайыпты білу деген нәрсе, біреулер ойлайды, ғайыпты білу деген нәрседе авторитет бар депті, мысалы. Ол Али Имран сүресінде Алла Тағала айтады: «Ва кана Аллаху лиютлиғакум алал ғайби». Алла Тағала ешқашан сендерге ғайыпты ашпайды дейді. Ал ешқашан сендерге ғайыпты ашпайды дейді. «Валакин яджтаби». Валакин Аллаха яджтаби мир русулихи май яша. Бірақ Алла Тағалаға өзінің елшілерінен кімді қаласа, соған қалағанша ғайыптан хабар берді. Бізге қажетті деңгейде жәннат туралы ашылды. Бізге қажетті деңгейде, мысалы айтайық, тозақ туралы айтылды, қабір туралы айтылды, қабірдің жағдайы туралы айтылды, мысалы, ақыреттің жағдайлары айтылды. Керекті нәрсенің барлық құралдары берілді бізге. Жеткілікті дәрежеде. Сондықтан ғайыптан да, ғайыпты білуден де күшті нәрсе бар.
Ол не дегенде жаңағы аяттың соңында айтады: "Ва ин ту'мину ва таттақу", егер иман келтірсеңдер маған және тақуа болсаңдар, фа инна лакум ажрун азим, сендерге үлкен сыйлық бар дейді. Иман деген нәрсеге жететін нәрсе жоқ. Өйткені сіздің өзі иман келтіргенде, иманның иман деп аталуына осы ғайып себеп болып тұр. Өйткені көзбен көретін нәрсеге сенуді иман деп атамайды. Пайғамбарымыз сөйлеген нәрсеге иман келтіруді иман деп атайды. Міне, қандай үлкен нәрсе да. Міне Құранның сөйлеп атқан нәрсесінің барлығы ғайып. Қаншама нәрселер бар. Аллаға иман және тақуалық, бұған жететін нәрсе жоқ. Міне, осы негізгі нәрсе Алланың алдында да, мысалы айтайық, абыройыңды көтеретін, ақыретте де жемістісіге көп беретін нәрсе осы иман мен тақуалықты айтады дейді Алла Тағала. Иман, тақуалық. Қандай да бір ауылдың тұрғындары иман келтіріп тақуалық қылса, көктер мен жердің берекетін аша салар едік дейді. Кез келген пайғамбар шақырып, қауымы қарсы келген кезде, қауымын азаптаған кезде, азаптан кейін айтады: иман келтіріп тақуалық қылғандарды ғана аман алып қалғанбыз дейді. Қалғанын сыпырып жібергенбіз деп жатыр ғой, міне болды. Сол сияқты иман, тақуалық, осы екі нәрсе де негізгі нәрсе. Міне осы нәрсені тапты мына аяттарда айтылып отқан жындар. Жаңағы пайғамбарымызға уақи түсіп жатқан кезде әртүрлі жаңағы көтерілейін десе көп атқыланып жатыр, күзет өте мықты қойылған. Бұл не болып кетті? Не нәрсе деп мынандай ойды ойладық дейді. Жаңағы зиялы болған жындарды қараңыздар. Біз білмейміз дейді сол кезде. Жаңағы нәрсе күшейіп кеткен кезде күзетпен атылатын нәрселер. Алла Тағала жер бетіне бір жамандық қалап тұр ма екен? Яғни жерді азаптап құртқа өлтіретін күн келді ме екен? Біз білмейміз. Әлде Алла Тағала бір жолда көрсеткелі тұр ма екен дейді. Сөйтсе мына өзі жын сүресіне қарасаңыз, құрметті жамағат, мына тазалау деген нәрсе бар ғой, мысалы. Алла Тағала жаңағы уахидың жолын тазалады да. Жындар бітті. Ешқандай зиян жасайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Жибрил және періштелер келеді, уахилар түсіп жатыр. Уахидың жолы ашық, ешкім ештеңе істей алмайды, Алла тазартып қойды жолды. Сондай-ақ уахи келген кезде саналары тазара бастады да. Міне жындардың санасына дейін қалай тазарып отыр, әне қараңыз. Міне. Соқтан олардың кейінгі сөздері жалпы біздің ішімізде, мысалы біз сұрайтын болсақ, жындардың жағдайы қалай екен, іштерінде қандай бар екен десек, олар айтады: біздің ішімізде салиқалыларымыз да бармыз дейді. Сендердің іштеріндегі сияқты. Бізде одан төменгі дәрежедегілер де бар дейді. Яғни салиқалы, сосын басқалар да бар біздің қоғамда дейді. Керек нәрселерін ашып жатыр ғой Алла Тағала. Біз негізі әр түрлі жолдарда едік дейді. Осы Құран түсіп көзімізді ашқанға дейін түрлі қилы жолдарда едік дейді біз. Олардың іштерінде жаңағы өтірік сөйлей салатындары да көп. Мысалы кейбір жаңағы біреуге жын тиіп осындай рухия оқып жатқан кезде де байқау керек. Өйткені құлақтан тебетіндер көп олардың. Өтірік мұсылман бола салатындар бар, өтірік не істей салатындар бар. Соқтан әрдайым жаңағы сүйенетін нәрсең таза Аллаға деген иман, тақуалық, артық нәрселерге қызықпау, артық күшенбе, артық нәрселерді алма. Күллі нәрсені Алла Тағалаға тапсырып істеу керек. Біздің көзіміздің жеткен нәрсесі дейді жындар айтады. Сол күнге дейін біз өзімізше жаңағындай аспанға көтеріліп, хабар ұрлап келіп, сосын мына жақта келіп бір жаңағы көріпкелді басқарамыз, бұл көріпкел арқылы бүкіл ауылды басқарамыз. Көрдіңіз бе? Сөйтіп осынша осындай күшті болып жүргенбіз дейді біз. Бірақ Құран түсінде бізге мына нәрсені түсіндірді дейді. Біздің көзіміз жетті дейді. Біз ешқашан Алланы бұл жерде әлсірете алмаймыз. Яғни Алла Тағалаға қарсы ештеңе істей алмайды екенбіз біз. Біз түсіндік дейді, біз қайдан келдік, біз кімбіз және Раббымыз кім дейді. Сондай-ақ біздің тағы да түсінген нәрсеміз біз Алладан қашып құтыла алмайды екенбіз дейді. Жаңа аспанда ойлайды ғой, қашып құтылып кетемін, нетіп кетемін дегенде, бірақ түбінде бәрібір Алла Тағаланың алдына қарай домалап баратын нәрсе ғой. Өмірде де жаңа адам қанша қулық жасап, мысалы, бүйтіп өтіп жүргенде Алланың алдына дөп түсесің ғой, болды ғой. Бәрібір баратын жағың сол да. Көрді қандай нәрсе.
Міне, Алланың даңқын, қасиет, құдіретін қалай түсінген, біз Алла тағаланы әлсірете алмайды екенбіз. Алла тағаладан жеңіліп тұрған нәрсе екенбіз біз. Бізге бір белгілі бір мерзім берілген, сондай-ақ біз Алла тағаладан қашып та құтыла алмайды екенбіз дейді. Сондықтан біздің жағдайымыз қазіргі былай дейді. Біз осы тура жол деп аталатын Құранды естіген кезде, осы тура жол деп аталатын Құранды естіген кезімізде біз бұған иман келтірдік. Біз түсінген қағида, кімде-кім Раббысын мойындаса, Раббысына сенсе, иман келтірсе, жалғыз Раббым, Аллаға ешқашан шерік қоспаймыз. Алла маған жетіп асады. Жақсылықты Алладан, зиян келсе де Алладан. Сондай. Алланың қалаған нәрсесі болады. Деген жаңағы иманды толыққанды осындай иман келтірсе, кімде-кім Раббысына, онда ол өзіне ешқандай бір кемшілік жасалады деп, бұл өмірде де ақыретте деп қорықпай қойса болады дейді. Сондай-ақ оған бір істеп қойған жамандықтары кешірілмей, керісінше көбейіп кетеді деген сондай нәрселер, артық бір зиян жасалады деп қорықпай қойса болады дейді. Яғни Алла тағаланың кешірімділігі мен кеңшілігіне кіреді ол адам, кім Аллаға, Раббысына иман келтірсе. Кейінгі олардың сөздері осы иман келтіргеннен кейін, Алла тағаланы танығаннан кейін, Құранға иман келтіргеннен кейін, енді біздің ішімізде мұсылмандар бар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы жаңа 9 жын келді, бірінші 7 жын, осылар ең әуелгі мұсылмандар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ең әуелгі иман келтіргендер жаңа Хадиша анамыз, мысалы Абу Бакр радиаллаху анху, Осман ибн Аффан деген кісілер болса, жындардан ең бірінші иман келтіргені осылар болып тұр ғой, Йемендік. Йеменнен келген жындар. Біздің ішімізде мұсылмандар да бар, біздің ішімізде әділетсіздер де бар дейді. Әділетсіз деген сөзді мұсылманға кереғар қолданды. Ғибрат жатыр да. Өйткені мұсылман әділетсіз адам емес екен. Қараңыз. Ең бірінші ол Алланың хақысына әділетсіздік жасамайды ол. Мысалы, Алла тағалаға серік қосатын болсақ, мысалы айтайық, біреу Құдай сақтасын. Лұқман жаңағы өзінің баласына айтқандай, «Я бунайя ла тушрик билля». Ей балақайым, Аллаға серік қоспа. «Инна ширка ла зулмун азим». Сөзсіз Аллаға серік қосу ол үлкен әділетсіздік дейді. Сондықтан қос ит деген сөзді қолданып отыр Алла тағала. «Ва миннал қоситун», біздің ішімізде әділетсіздер бар дейді. Әділетсіздіктің бір сипатын қараңыздар. Сол Ағраф сүресінде Алла тағала айтты: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва иза фаалу фахишатан». Қашан олар бір күнә жасаса, қоғамда бір күнәні ойлап шығарса, бір арсыздық, бір күнәлар жасайтын болса, сосын барып пайғамбарымыз саллаллаху оларға барып, мыналарың ұят қой, бұны неге істеп жатсыңдар деп айтса, олар айтады дейді: «Важадна алейхи абаана». Біздің әкелеріміз жасаған бұны. Мысалы, сондай арсыздықтардың бірі, мысалы, әртүрлі әкесі үйленді, әкесі үйленгеннен кейін әкесі өмірден озып кеткен, бала салады да, әкесі үйленген үйлене салады. Сондай жағдайлар болған. Бұл Ниса сүресінде тыйған Алла тағала бұны. «Ла танкиху ман накаха абаукум». Некелеспеңдер әкелерің некелескен кезіндегі әйелдерге. Жаңағыдай. Иннаха фахиша. Бұл деген өте дөрекі нәрсе ғой, жиіркенетін нәрсе ва мақтан, сондай жек көрілетін нәрсе дейді. Ақыл тұрғысынан да, шариғат тұрғысынан да, васа асабила, өте жаман нәрсе. Афаллаху амма салаф. Бұрынғы өткен нәрсені Алла кешірді дейді сендерден. Енді мұсылман болғаннан кейін деген жатыр да, ондай нәрсені істемеңдер деген. Олар сондай нәрсені істесе, атамыз істеген, бізге не деп тұрсың сен деп пайғамбарымыз осылай айта салады екен. Сосын керек болса ана сөзді қосады екен: «Валлаху амарана биха». Алланың өзі бұйырған бұны бізге деп. Егер Алла оны өзі бұйырмаса, онда неге біздің әкеміз оны істейді деп. Әкесін ақтау үшін Алланы кінәлай салу болмай екен да? Ешқашан ойламайды екен. Әкемдікі дұрыс емес сияқты ғой, өйткені санамен келіспей жатыр деген. Жоқ, ол әкесін ақтап алады да, одан да Алланы ақтағанша. Міне бұл әділетсіздік. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бұйрық түседі, айтады: «Қул». Міне, айт оларға: «Ей пайғамбар, инналлаха ла я'муру бил фахша». Алла тағала ешқашан бұндай арсыздықтарды бұйырмайды. Ешқашан бұндай арсыздықтарды бұйырмайды. «Атақулуна алаллахи ма ла тафалун, ма ла та'ламун». Білмейтін нәрселеріңді Алланың атынан айтып жала жауып жатсыңдар ма дейді. Мен сендерге айтайын Алланың бұйырған нәрсесін дейді. «Қул амара робби бил қист». Раббым менің әділеттілікті бұйырған дейді.
Әділеттіліктің өзегі құрмет жамағат Құдай тағаланың хақсынан басталады. Алланың хақсы санада тірілмей, ол адам бір керемет, еліне де, отбасына да, туған достарына да бір керемет адал болады деп айтуға келмейді ол ешқашан. Әділеттіліктің көкесі Алла тағаланың хақсынан басталады. Соқтан айтады, Раббым менің әділеттілікті бұйырды дейді, қараңыздар. Ва ақиму уджухакум. Дидарларыңды Аллаға қарай қойыңдар дейді. Әрбір ғибадаттың, сәжденің, дұғаның, зікірдің, құлшылықтың, құрбан шалып атқан күллі рәсімінің кезінде дидарың тек Алланы іздесін дейді. Міне, басқа нәрсені араластырма дейді ол жаққа. Сондықтан осы нәрселер мықты болса, бұндай халықта айтады фариқон хада. Міне, бұндай топты мен жолға салдым дейді, тура жолға. Ва фариқон, екінші топ бар дейді, хаққа алейхимуд долала. Адасу деген нәрсе тиісті болды дейді оларға. Неге? Иннахум уттахазу шаятина аулия мин дунилла. Өйткені олар Алланы былай қоя салды да, шайтандарды дос қылып алды. Жаңағы көріпкелді дос қылады ма, мүсінді дос қыла ма, күллі нәрсенің артында шайтан тұр. Көрдіңіз бе? Алладан басқа жаққа қарай бұрылды ма, жалтақтады ма адам? Мүмкін емес оның артында жынның, жаңағыдай шайтанның тұрмауы. Өйткені Ниса сүресінде Алла тағала айтты: "Ияduğuna min şeyin min dunihi", қараңыздар, "илля инасан". Олардың жалбарынып, сыйынып, немесе жаңағындай барып, көріпкелге барып, қайсысының артынан барсаң да дейді, оның барлығы сол артында ұрғашы жындар бар дейді өзде. Ва ияduğuna илля шайтанан марида. Ана Аллаға бойұсынғысы келмейтін, қиқарланған, зиянкес шайтандарға ғана сыйынып жүр ғой дейді бұлар. Міне, Алланың жолын бөгегісі келген нәрселер. Міне сондықтан біздің ішімізде мұсылмандар да бар, және біздің ішімізде әділетсіздер де бар. Осыны түсінейік. Мұсылман деген ұғым өте қасиетті ұғым екен, құрметті жан. Біз осы қасиеттілікті жоғалтқаннан кейін бізге мұсылман деген аттың өзі қызықсыз болып қап, басқа бір аттар іздеп кету дейтін жағдайлар да болып жатыр. Негізі бұл мұсылман деген атқа жететін ат жоқ. Үлкен ат бұл. Ол күллі пайғамбарлар көтерген ат. Тіпті Ибрахимнің өзін Алла тағала қайта мақтаған кезде кәна муслиман деп айтады оны. Қарас, мұсылман еді ол деп айтады. Олай болса бұл сөз өте үлкен. Соқтан бұл мұсылман деген нәрсе өте үлкен. Алла тағаланың алдындағы есімді. Шын мұсылман құл болу деген